Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін Күләнда апамыздың 50 жас мерейтойы мен бүлдіршініміз Аминаның тұсаукесер мерейтойын басқарғалы жатырмыз. Арқашында осы әулеттеріңізде той болсын, думан болсын, сол тойға бізге шақыра беріңіздер. Менімен бірге басқаратын Еркін ағамыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі, той қазынамыз әрқашан көп болсын, қотан алып қойыңыз қой қоласын, қырға симай шуласып ой қоласын. Құтты болсын айтамыз тойларына, бүгінгі әулеттердің тойлары мәңгілік той қоласын дейміз. Қазақ елі тек тойдан ғана шаршайық. Аман болыңыздар. Аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Тойларыңыз той болсын, той құтты болсын. Ал енді бүгін той, бүгін қуаныш, бүгін шаттық. Күләнда апамыздың 50 жас мерейтойы және де кішкентай бүлдіршініміздің тұсаукесер тойы. Кәнекей бәріміз орнымыздан тұрып, кішігірім жерге коридорчик болып тұрып алайықшы кәнекей бәріміз. Сен зорға жететін, алтыннан сарай салсаң да бәрібір тастап кетесің. Бұл өмірде сіз біздесіп сыйлассаң, мұратқа сонда жетесің деген екен. Ал енді осындай кең дастархан жайып, осындай ресторан жалдап, сыйластықпен баршамыз шақырып отқан бүгінгі тойымыздың себепшісі Күләнда апамыз ортаға ту болсын деп тайға шумен шақырайықшы кәнекей. Ортаға келіңіз. Бәрі басын қосып отырған осы Али мен Дариғаның осындай құрметті кішкентай бүлдіршініміздің тұсауын кесіп осы ортаға азат бауырымызды шақырайықшы кәнекей. Құрметті осыған шақырып отыр екен. Азат ағасы, әріптесі, Алидің әріптесі. Той құтты болсын, тойға келген барша халқым. Тойымызды сыйламайық, қолдай асыр салып, көңіл көтеріп ойнайық деп барша тойға келген қалай қошеметтер сау қойыңыздар кәнекей. Ақтелетіп көктелетіп бүгінгі дүбірлі кешімізге ақ тілектерін арқалап келіп отырған осы әулетіміздің үлкендері, Күләнда апамыздың әпкелері, Өлбес апа және де Малика апамыз, Базаргүл. Ет жейсіңдер ме? Әкеле бер. Елудің тағы екеуін жасаңыз, Құдай қаласа бүгін той, бүгін қуаныш, сізді бүгін сыйлап, осылай құрметтеп, сіз үшін бүгін ойнаймын, билеймін, күлемін, осы бүгінгі тойымды көтеремін деген бір 3 әйел шақырыңызшы. Возрастной, весовой категория маңызды емес. Қыз болса да 18, жүрегі 18 деп тұрған 3 апамда ортаға шақырыңызшы кәнекей. Аттарын айтсаңыз болды. 3 қызды керек. 3 қыз. Біреуін таңдап аласыздар. Оларға өлеңге, сол өлең любой уақытта, тойдың ортасы аяғы болмаса, любой ортасы минуттарында болса, бір қонақтан ортаға алып шығасыздар да, от суырып билейсіздер. Және ма? Кетті, бірінші өлең. 3 өлеңнен біреуін таңдап алыңыздар. Осы 3 өлеңнен қайсысын? Шашама ма? Апамнан пистолет соғды ма? Қайсысы апам? Болды. Келістіге жоғалып кетпеңіздер, және ма? Дәканса. Осы любой уақытта осы өлең ойнаса, сіздер бір қонақтан ортаға алып шығасыздар, сол шұқылап, қараңғы
қалай той қызық емес болып отырған шашына ұстайсыздар ма? Алып келесіздер ғой, жарай ма? Рахмет, орныңызды жайғаса беріңіздер. Ары қарай жалғастырамыз. Сіздерге жасалып жатқан әлиге бір қол соқсақ жарасады. Ал енді бүгінгі тойымыздың себепшілері Дариға мен Алиді ортаға ту қол қошеметпен жақсы көңіл күймен шақырайық шығайық. Ал енді шуман тәске беріп отырыңыздар. Бүгінгі тойға келіп отқан ардақ ағайын, бүгінгі Алиді сыйлап келген ағайын, оң қолымызды көтерейікші кәнекей бәріміз. Оң қолымызды көтерейік. Ал енді оң жақтағы отқан көршіні иығына, сол жақтағы отқан көршіні иығына қойып, сіз де ничосыз деңіздер кәнекей. Аминаның тойы осындай, тойдан тойға жете берсін, осындай үбірлі шүбірлі әулет бола берсін деген ағайын, екі қолымызды көтерейікші кәнекей. Қолтығын көтермеген, қолын көтермеген қолтығы жаман дейді, кәнекей бәріміз көтерейік та. Ал енді тоқтамай. Бәрекелді. Былай істейік, давайте мына жақ екі жақ болып отыр екен өзі, иә? Бөлініп отыр екен, бұл жақ как раз болып бөлініп отыр екен. Давайте қай жақты аласыз? Қай жақты аласың, әлі? Мына жақ сенікі ғой, иә? Мына жақ уже белгілі болып тұр ғой. Мына жақ Дариғаның командасы бар ма? Ай, бәрекелді. Мына жақ Алидің командасы бар ма? Давайте былай тексеріп алайық. Бүгінгі тойға келген ең позитивті, ең көңілді стол қай стол кәнекей? Мана екі стол решающий отыр екен ғой, иә? Ал енді былай істейік. Ең позитивті, көңілді қай қонақ кәнекей? Молодец, орнынан сыйып кеттің ғой. Мен де қоямын. Бәрекелді. Ал енді былай істейміз. Қазір кино атауы қойылады, киноның атауы. Киноның атауына тапқан адам орнымыздан билет келіп призімізді алып келіп отырайық, иә кәнекей? Бүгінгі жастарымыздың сыйлықтары дайын. Бірінші кино. Қандай кино? Баршамыз аталасып отырайық. Кетті. Сіз билет қарсы алыңызшы, пожалуйста. Кетті. Келесі кино. Қандай кино? Дайындалдыңыздар ғой, иә, примерно. Кетті. Жеңіл ма? Ойға, келші апа. Орнаға. Зейнеткер. Девушка. Келемеңіз, келемеңіз. Билет, билет. Стал дайындала берсек пока. Киноны айтпай бермейін деп тұр ғой, примерно. Қандай кино? Менің ойымша Джимми. Сіздің ойыңызша дұрыс негізі. Қошемет салып қойыңыздаршы кәнекей. Бәрекелді. Келесі кино. Баршамыз атсалысып отырайық. Болды ма не? Кино көрмедік па не? Не болды мынау? Бумер ғой, жаңағы кеңші отырған. Кино көрші кәнекей. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Ай, молодец. Молодец. Интернет қостыңыз ба, не істедіңіз? Бәрекелді. Келесі кино. Қандай кино? Баршамыз атсалысып отырайық. Мына жаққа қарайықшы.
Операция и Кайфи. Молодец. На кимай ты смотришь? Ой, жо. Бәрекелді. Келесі кино, кетті. Баршамызға сол шыққай, кәйде. Мына бір кішкене қара күйі бар да, что-то қалып бара отырмай. Ой, жау кетші. Молодец. Менің атым қожа деген кино. Тағы да 2 кино болсын соған таңдайды. Келесі кино. Қандай? Қандай? Аноним молодец. Ну, не қылды, ё-моё. Өзің басқарасың ба? Пока киноны айтпай бермей жатыр, байқадыңыздар ма? Пока айтпай бермеймін. Келесі кино, давайте, решающий лайк, кәйде, бәрі. Айтсын. Оны келді, осыған билет беріңіздер, шкафе. Далинға бір приз беріп жүрсіздер жақа. Ай, бәрекелді. Үйге барғасын кірелеп аласың, жарайма? Барса енді, барса, нормально. Кет, давайте тағы да бір решающий, соңғы, мына жақ озып барады, мына жақ қалып барады. Сонда да тартып алдым, байқадыңыздар ма? Кетті. Ой, қомшы. Ой, жынау. Неге айтып жүрмедің сразу? Кел шода. Игіргіз. Түр, шіркін, поддержка беріп қойыңыздар. Билет енді. Қара мұнда. Мұнда қара. Прическу убила насмерть. Кетті ғой? Жарайды, давай. Бәрекелді, ал енді бүгін той, бүгін қуаныш, бүгін шаттық. Осындай кішкентай бүлдіршініміздің, Аминамыздың тұсаукесер тойы құтты болсын деген жолдар. Бір аямай қошеметтеріңіз көріңіздер. Давайте бәріміз былайға ауыстырайық. Қыз бала болып, иә? Қазір былай болады, ойынның шарты. Патшылық өздірек айналып жүріп дейміз. Мысалы да, екеуден десек, екеуден құшақтасып қаласыздар. Төртеуден десек, төртеуден құшақтасып қаласыздар. Жарай ма? Түсінді ма? Кетті, айналып жүріп билейік. Маэстро! Өздеріңізге қайда, патшылық өздірек! Патшылық патшылық жібер онда! Айналып жүріп!
Молодец. Бомба. Кетті. Молодец. Берсейік нажым. Кетті. Айналып жүріп келейік, маэстро какие. Шулер. Кім лишний? Лишний кім? Біреуін итер жүріңіз да, біреуін керек емес сізді, ше? Ана итер жүріңіз. Молодец, сен итерлер көрді ма? Бара бер деді ғой. Кетті, маэстро, айналып жүріп келейік, әке. Тұрды. Кім лишний? Біреуін алып қалыңыздар, мына көкпар деген осы мына. Болар. Рахмет, дорогие волонтеры, жасырыңыз. Кетті, маэстро, айналып жүріп келейік, әке. Көбірек, басқаға. Бәрі маған қарап тұрғаны ше. Шөлер кәнге. Рахмет. Кетті, маэстро, айналып жүріп келейік. Ой, молодец. Сен қайдан күштіге. Кетті, айналып жүріп келейік, маэстро. Екеуден. Рахмет, бәрекелді. Бүгінгі қатысқандарға бір тілек беріп қояйық, иә? Сізге мынау болсын, сізге мынау болсын, сізге мынау болсын керек. Рахмет, орныңызға жайғаса беріңіздер. Керемет. Лағайдың қуаныш көп, жалғас еметін әрқашында қуаныш көп. Барлығымыздың осы жұмысы бола берсін, Құдай жүріп. О, мен айтқандарыңыз пешті оған ақылдайыз болса, әулетте тек қуаныш, шаттық, береке, тұрмақ деп береке болыңыз. Ал бәрекелді. Осы Күлән апамыздың тойымен Амина Самый настоящий уровень, с ума сводящий запах тащит, дальше он решает все. Как поселок городского типа, это месть, я моя Азия качает мир. Пропагандирует рассказ, нас было трое, любое под силу. Как тебе такое, маскилан? Есть жила, узнать, кто такое чидо. Даже капучино пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как Чина. Чина, машина. Чина, 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 мало чина. Чина, не молчина, чина, ты и есть причина пахнуть как. Assalamualaikum. Kardeş, hanımlar, manalar. Ülke kişi karim var, Kuda Cekşat karim var. Saklardan nazar kalırlar. Kanatlı jigittin sәлемін қабылдауында. Бүгінде маған абылды асабалы намына. Қабатан қылды суырып, қызыл тірмелек туырып. Сөз сақтаймын сұралы. Торқылы тойға келген ба, елім-ау есен сәлема. Төлебаевтар өлеті той жасап жатыр қалама. Той қазаққа қасына құтты болсын жамағат деп бір қошеметтерін сап қойыңыздар шықай. Ал енді бағана бірінші рахмет. Бағана бірінші дастарханның позитиві, көңіл күйі 100%-дің 50% бар ма? Көңіл күй қандай? Ой, бәрекелді. Бәріңізді бәріне көріп тұрайық, е? Антон колоннамыз әдемі ортада орналасқан. Көрмектей болып тұрайық. Ал енді бүгінгі осы кішкентай бүлдіршінімізге арналған тәтті нанымыз бар екен. Ал енді мына слиптер үшін әрқайсымыздың қолымызда сотка бар, иә? Давай соткамыздың вспышкасын қосайық бәріміз. Вспышканы қосайық, баршамыз вспышкамыз қосайық. Мынаны полный қараңғы тұтсаңдар, ана вспышкалеріміз қосыңыздар. Сотканың артында фонарик бар ғой, фонаригін жарығын қосыңыздар. Ал енді оңға солға серпіп, қазіргі бүгінгі Амина бүлдіршінімізге арналған тәтті нанымызды ортаға алып шығайық. Ал енді айғай шуымен қошеметпен бүгінгі кереметтей тәтті нанымыз Аминаның торқын ортаға алайық шәңке. Ақ тілекпенен басыңа бақыт байланар.
ошақ толып гүлге, жақындармен бірге әр жыл сайын ай тойланар. Қызық сауық сайран, көңіл шат мәз мейрам, мерекеге бұл күн айналар. Бүгін сенің туған күнің, зор денсаулық тілеймін, бақытты өмір сүргін, жаныңда болсын деймін, ашар көңіл сырың, жан серігің. Бүгін сенің туған күнің. Бұл елде жаман да тұрады бұл елде. Жарығы күннің түссе де түспесін күнің біреуге. Түссін тек күнің әкеңе, түзету жасар қатеңе. Алатаудай жүрегін алақаныңмен мәртебе. Түссін тек күнің анаңа, шуағын төккен санаңа. Сол жанның ұлы жолында өмірдің өзі санаға. Мейірімі кеткен заманда, жақсы да бар жаманда, сұрасан сұра Алладан осы ата-анаңның амандығын деген екен. Бір қошеметтерін сау қойыңыздар шыққан Бәрекелді. Ал енді қолыңызға, апа өзіңіз балаларыңыздан турап білесіз ба, иә? Или немереңіздің қолыңыздан тәтті нан жейсіз ба? Қалай істейміз? Өздеріңіз турап тойдағыдай, иә? Сосын немересінің қолына Бәрі асығыз. Неге олай? Сосын қышпайтын асықпай. Қатық ол. Қарынан қашты ма не ол? Осы жерде қой жерден тапты. Сенсің баралда, өзіңді іздеп жүргенім. Ал енді Али, өзің анаңа кәнекей бір тілім бер, өзің қолынан, сосын келіннің қолынан бір тілім, сосын немеренің қолынан бір тілім аламыз, кәнекей. Бір осы жерде айқай шу беріп отырсаңыздар, анаңа. Ал енді Дариға апамның мамасының қолынан, иә? Апа емес екен ғой, той. Енді өзіңіз. Және баласы екеуі болған екен. Ағасы кішкене бұзықтау болған екен. Содан бір күні үшеуі ұрлыққа түскен ғой, патшалыққа. Сол кезде үшеуі ұсталып алыпты. Тарқасып қойған ғой. Сонда анау адам баласын менсінбеген ханшайым патшалыққа еңіреп жылап келіпті. Сонда патша айтыпты, мынау адам баласын менсінбеген өзінің адамдарын ұстап еді, қараш жылап келіп отқан. Давайте бұған бір таңдау, бір мүмкіндік берейік деген екен. Сонда үшеуіне тарқасып дайындап қойған екен. Жаңағы ханшайым өзінің ағасының қасына келіпті да бір құшақтан тастан өтіп кетіпті. Өзінің баласының қасына келіпті де мойнынан бір құшақтап өтіп кетіпті. Күйеуінің қасына келіп мойнындағы қылатанды шешіп қолын ұстап жетектеп кетіп бара жатты. Сонда патша, «Ей ханшайым, неге сен олай істедің? Неге өзің бір құрсақтан туылған бауырыңды таңдамадың? Неге өзіңнің құрсағыңнан туылған балаңды таңдамадың? Неге өзіңнің күйеуіңді таңдадың?» десе, жаңағы патшайым айтқан екен, «Менің бауырыма анам өзінің ризашылығын берген. Ал мынау өзінің құрсағынан туылған балама мен өзімнің ризашылығымды берген. Ер балаға
Жұмаққа бару үшін жұмақтың кілті анасын табан астында, ата-анасының құрметінде сыйластырында. Оған ата-аналары құрметін берген, ал әйел адамға жәннатқа бару үшін жәннаттың кілті күйеуінің ризашылығында деген екен. Сол үшін күйеуінің ризашылығын алу үшін қолынан жетектеп кетіп бара жатқан шайым бар деген. Сол үшін әрқашанда дариға Алидің қолынан жетектеп тек қана алға баса беріңіздер. Бір қошеметтер салып қойыңыздаршы. Той жаста осындай болады, сізді шақыра береміз. Давайте былай істейік. Сіз бір қыз, жас қыз таңдаңыз, сізде бір қыз, 3 қыз керек осында. Көңіл күйі жақсы, ойнайын билейін деген. Өзіміздің 3 қызымыз бар, ар жақта олардан бөлек тағы да бір 3 қыз керек. Сразу билейтін, ойнайтын. Таңдай беріңіз, любой көзіңізге түскен, шық кеткізбей таңдай беріңіз. Жаңағыдай бірақ құшақтаспай, бетпен деген емес, өнерде жай просто би болады. Қалай, кімді айтасыз? Анега, келіңізші. Анега, Аружан кәлге. Анега, сіздің? Сіздің? Анега, қандай жеміс жақсы көресіз? Банан? Ал сізші? Сіз? Алма. Ал енді бұлай бәріміз той болып жүрсіздер, тойға барып жүрсіздер, өзім ештеңе өзгермейді тойда. Өзгерткен деп тай шапалу мүмкінді, сол үшін бұлай істейміз. Қазір әркім өзінің жемісіне ұқсайтын бір арадан ортаға алып шығыңыздар, иә? Бір жемісі. Кетті. Маэстро. Любой, жоқ, қыз емес, еркек. Мына екеуін сүйреп алып шықты ғой. Шықпай кезеді. Алсай тұрып өтседі. Тұрғы әді, Асқараға. Биле. Тұр, шүкірді алмаға қошеметтері соқ қойыңыздаршы кәке. Бармыз ба? Бәрімізден салып отырайық, е? Сізде қандай? Персик? Мынандай персикке қошеметтері салып қойыңыздаршы кәке. Молодец. Мынау банан. Мынау сұр бананға қошеметтері салып қойыңыздаршы кәке. Бәрекелді. Ал енді былай болады. Қазір өлең қойылады, өлең. Бәріміз мына жерге тұрып аласыздар. Өлең өшеді, бірақ сіздер өшпейсіздер. Тікс. Жарай ма? Өлеңнің темпін алып аласыздар. Өлең өшеді, бірақ сіздер өшпейсіздер. Кетті, маэстро. Мына жерге тұрып алыңыздар. Аяқ киім, шпилкі бәрін алып беріңіздер. Шаршама тек шаршама, аяқ қолым талсана, жоғына бір билейік, шаршырап ортада. Шаршамай, аяқ қолым талсана, жоғына бір билейік, шаршырап ортада. Ай, молодец. Шат балуан. Толгендің мақсатқа жетеріңді. Сен жаңа біреу айтып жүрек болсын. Мәртебен қайтып өтірсіздіңіз. Мен алдын қой жүргендер білмеген ау сенің алдын дейді ма дейді. Ай, рахмет, дуай болсын. Сен ішпілдің шешкенде осылар сияқты секреттен, молодец, рахмет. Отырыңызшы, ағаңдар шаршап қапты. Тамыз жақсы, рахмет. Давайте. Ал енді болды, былай істейміз, давайте, финал. Қалғаны алма мен персик қалды, иә? Былай істейміз, қазір давай, персик, алма, персикті сүліп ойнайық. Давай, қайсы кім бірінші бастайды, кетті, су. Сен бірінші бастайсың, иә? Анауытты ғой. Былай істейік, қазір өлең қойылады, 3 өлең. Қара жорға қойылады, персик десем персик шығады. Алма дегенде сіздер тоқтап қаласыздар, ары қарай алма жалғастырады. Жарай ма? Келесі өлеңді де солай. Кетті. Бірінші өлең қара жорға, персик тобы ортаға. Поддержка беріп отырыңыздар, баршаңыз кәке. Ұқсатып билеу керек, ұқсатып. Ортаға алма тобы. Көп шірген. Сол деген алма, айналайын ал. Қара жорға болмаса, биің сәлі келек. Келесі өлең орысша өлең. О боже, какой мужчина. Персик тобы ортаға кәнекей. Маэстро. Боже, какой мужчина.
маған әлі скучно деп жатыр еді қыздау деймін. Ал енді келесі өлең лезгинка тау халқының биі бірінші песик бастайды кәдімгі. Бері тұрып алыңыздар. Кетті. Ал енді сіздердің айғай-шуларыңызбен, сіздердің позитивтеріңізбен бүгінгі жеңімпаздарды анықтайтын боламыз. Бірінші өлең көрсеткен Персик тобына қошеметтерге. Бәрекелді. Екінші болып өнер көрсеткен Алма тобына қошеметтерге. Резгинка, дәләзі білемейін. Коррупция болды. Давайте тағы да бір рет тексеріп қойып, чөтімнен көп қойып, мыналарда қасап етеді. Бір ауыздан бірінгі жеңіске жеткен кім деп ойлайсыздар? Персик тобы! Алма тобы! Сендер алып кеттіңдер. Бір ауыздан жеңіске жеткен Алма тобына қошеметтер жасап қойыңыздар. Үйленген. Саған тұтқан осыға. Ол, кірді. Шын жерді. Аяқ астынан болса да, осындай пауза моменттер болса да, апамыз стаканса десе де, жарайды. Ал енді апам мынаусын кеп, орамал том болмай жол болған деген екен, е? Мынау сізге болсын, апа сіздің керемет сізге болсын. Қошемет салып қойыңыздар, студентке. Осындай кең дастархан жайып сыйластық білдіріп отырған 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін келтіретін осы баршамызға осындай сыйластық білдіріп отырған Төлебаевтар өлетін ортаға орнымыздан тұрып, мойнымызды ортаға бұрып, қошеметті аямай ұрып, айғай-шумен қарсылайықшы кәнекей. Apamızın köyünün paketlerinizi bırakınızda. Kimse kulak bölümü.